Алматыда Саха поэзиясының үш сарқырамасы және Шабыттың сансыз сарқырамасы атты кітаптарының таныстырылымы өтті. Шабыттың сансыз сарқырамасы қазақ ақындары өлеңдерінің Саха тіліне аударылған жыр жинағы болса, Саха поэзиясының үш сарқырамасы атты жыр жинағы Саха әдебиетінің үш көрнекті ақын өлеңдерін құрап, қазақ тілінде жарыққа шықты. Қос жинақтың таныстырылым салтанаты Алатау креатив хаб кітапханасында ұйымдастырылды. Жыр жинақтарын құрастырушы Саят Қамшыгер, Афанасий Гуринов пен Мария Решетникова. Бұл шара қазақ Саха әдеби байланыстарына арналған шара. Саха ақындары 21 қазақтың ақынын Саха тіліне аударып, кітап қылып шығарып отыр. Бұл қазақ әдебиетінде тұңғыш рет болып жатқан осындай шара. Ал осы тұста біз қазақ ақындары Саханың үш ақынын аударып қазақ тіліне кітап қылып шығарып отырмыз. Қазақстан мен Саха Республикасы арасындағы әдеби байланыс түркі халықтарының рухани жақындығын көрсетеді. Жыр жинақтары халықтың болмысын, тарихын, сезімін бейнелейтін алтын көпір қызметін атқарады. Екі халықтың поэзиясында еркіндікке ұмтылыс пен ішкі толғаныстың тереңдігі кеңінен көрініс табады. Біз бүгін осы шараға екі кітапты таныстыру үшін келіп отырмыз. Бұл қазақ ақыны, тамаша ұйымдастырушы және менің досым Саят Қамшыгермен бірге қолға алған екі жаңа жоба. Іс-шараға Саха елінің үш сарқырамасы, яғни ақындарым және екі халық жазушысы Саргы Куо, Сая және мен арнайы келдік. Бұл бастаманы жүзеге асыруға атсалысқан City Media компаниясы, әдеби журнал Күрілген, оның жетекшісі және редакторы Афанасий Гуринов және біздің танымал газетіміз Кыйым мен ұйымдастыру барысында көмек көрсеткен ақындар мен аудармашыларға алғысымыз шексіз. Өлеңдер махаббат, табиғат лирикасына бағытталып қана қоймай, ақындардың азаматтық үнін де айқындайды. Жинақтағы жырлар жеңіл оқылып, оқырманды қазақ және Саха поэзиясымен таныстыру үшін жетік аударылған. Саргы Куаның 10 өлеңін аудардым. Сол мен аударған 10 өлеңмен басталды осы кітап. Біздің Асан Қайғы сияқты жер иықтыз деген бір орта мекен, орта жер деген сөздер көп қолданылды екен. Яғни ақын жанының еркіндікке, азаттыққа, бір жәннат жұмақ мекенге ұмтылуы және қандай кезде де үміттің орны басым екен деген үміттен деген өлеңінде орта жерге оралдым дейді, олан қатілімен дейді, қайта орала алмайым деген бір 10 шақты өлеңін қазақ тіліне, қазақ оқырманына жететіндей аудардым деп ойлаймын. Ынтықта бұлар Саха сенің поэттары. Нұрын нұргүн, литератураға, музыкаға, уанна искусствоға кіранмасы суа. Іс-шара барысында қос кітаптың жарыққа шығуына септігін тигізген ақындар сөз сөйлеп, жыр жинағына енген өлеңдерден үзінді оқыды. Мәдени жиынға ақындар, аудармашылар мен зиялы қауым өкілдері қатысты. Ассалаумағалейкум, ағайын туғандарымыз, арқаланған ақынның сәлемін қабыл алыңыз.